Мына кестеде біз әртүрлі n-дерге сәйкес f функциясының мәндері берілгенін көріп тұрмыз. n 1-ге тең болғанда fn 12-ге тең, 2-ге тең болғанда 5-ге тең, 3 болғанда -2-ге тең және 4 болғанда -9-ға тең. Бұл жерде f функциясы қандай да бір сандар тізбегін анықтайды деп қарастырсақ болады. Және ол сандар тізбегінің бірінші мүшесі 12-ге тең, екінші мүшесі 5-ге тең, үшінші мүшесі -2-ге тең және төртінші мүшесі -9-ға тең. Осылай әрі қарай жалғаса береді. Бұл сандар тізбегінің арифметикалық прогрессия болып табылатын анықтау қиын емес. Тізбектің бірінші мүшесі 12 санынан тізбектің екінші мүшесі 5 санын алу үшін біз 7 санын азайтамыз. Тізбектің екінші мүшесі 5 санынан тізбектің үшінші мүшесі -2 санын алу үшін біз тағы да 7 санын азайтамыз. Тізбектің үшінші мүшесі -2-ден тізбектің төртінші мүшесі -9-ды алу үшін біз тағы да 7 санын азайтамыз. Яғни бұл тізбектің әрбір мүшесі алдыңғы мүшесінен 7-ге кем болады. Ал енді ойланып көрейік. Біз мына f функциясын n арқылы өрнектей аламыз ба? Егер біз f функциясын n арқылы өрнектесек, онда мына сандар тізбегінің кез келген мүшесін реттік номерін функциядағы n-нің орнына қою арқылы есептей алады екенбіз. Ал енді осыны жүзеге асырып көрейік. Яғни біз fn функциясын n арқылы өрнектеуіміз керек. Бұл жерде бізде тізбектің бірінші мүшесі 12-ге тең және қалған мүшелері 12-ден 7 санын азайту арқылы шығады. Сонда 12 азайту 7. Тізбектің бірінші мүшесін есептеу үшін біз 12-ден 7 санын 0 рет азайтамыз. Сол кезде бізде 12-нің өзі қалады. Тізбектің екінші мүшесін есептеу үшін біз 12-ден 7 санын 1 рет азайтамыз. Тізбектің үшінші мүшесін есептеу үшін біз 12-ден 7 санын 2 рет азайтамыз. Төртінші мүшесін есептеу үшін 12-ден 7-ні 3 рет азайтамыз. Яғни, қандай да бір мүшесін есептеу үшін осы сандар тізбегінің біз реттік номерінен 1-ге кем рет 7-ні азайтады екенбіз. Енді осы тізбектің n-ші мүшесін есептейтін болсақ, бізде былай болады. 12-ден 7 санын n минус 1 рет азайтамыз. Сонда бізде f былай өрнектеледі екен. Енді осының дұрыстығын тексеріп көрейік. Ол үшін алдымен n-нің орнына 1-ді қоямыз. Сол кезде бізде n1-ге сай функцияның мәні шығады. Және ол 12-ге тең. Әрі қарай n-нің орнына 2-ні қоятын болсақ, 12 минус 7 5-ге тең. n-нің орнына 3-ті қоятын болсақ, 12 минус 7 көбейту 2 минус 2-ге тең. Және n-нің орнына 4-ті қойсақ, 12 минус 21 минус 9-ға тең. Яғни біз осылайша мына функцияны n арқылы өрнектедік. Ал енді басқа мысал қарастырып көрейік. Бұл жағдайда бізде қандай да бір функцияға беріліп қойған және сандар тізбегін сипаттайтын кесте берілген. Және бұл сандар тізбегінің бірінші мүшесі минус 100-ге тең, екінші мүшесі минус 50-ге тең, үшінші мүшесі 0-ге тең және төртінші мүшесі 50-ге тең. Бұл тізбектің де арифметикалық прогрессия болатынын байқасақ болады. Минус 100 бірінші мүшеден минус 50-ге тең екінші мүшені алу үшін біз 50 санын қосамыз. Келесі екінші мүшеден үшінші мүшені алу үшін біз тағы да 50 санын қосамыз. Бұл тізбекте әрбір келесі мүшені алу үшін алдыңғы мүшеге 50 санын қосады екенбіз. Енді мына функциялардың қайсысы немесе қайсылары мына тізбекке сәйкес келетінін видеоны тоқтатып өздеріңіз тауып көріңіздер. Енді осының шешімін бірге табайық. Бірінші функциядан бастайық. Бірінші функцияға n-нің орнына 1-ді қоятын болсақ, бізде минус 100 қосу 50 көбейту 1 минус 1 өрнегі пайда болады. Оның мәні минус 100-ге тең. Яғни n 1-ге тең болған жағдай үшін мына функция сәйкес келіп тұр. Келесі n-нің орнына 2-ні қоятын болсақ,
минус 100 қосу 50 көбейту 2 минус 1 өрнегі пайда болады. Оның мәні минус 50-ге тең. Бұл да сәйкес келіп тұр. n-нің орнына 3-ті қоятын болсақ, минус 100 қосу 50 көбейту 3 минус 1 өрнегі пайда болады. Оның мәні 0-ге тең. Бұл мәнде сәйкес келіп тұр. Яғни мына функция мына тізбекке сәйкес келеді деген сөз. Енді келесі мына функцияны қарастырып көрейік. Ол үшін n-нің орнына бір санын беріп бастайық. Бұл үшін мына жерге кесте құрастырайық. n және fn мәндері үшін. n-нің орнына 1-ді беретін болсақ, бізде минус 150 қосу 50 өрнегі пайда болады. Бұның мәні минус 100-ге тең. Келесі n-нің орнына 2-ні беретін болсақ, бізде минус 150 қосу 100 өрнегі пайда болады. Бұның мәні бізде минус 50-ге тең. Келесі n-нің орнына 3-ті берсек, минус 150 қосу 150 өрнегі пайда болады. Оның мәні бізде 0-ге тең. Байқап тұрғанымыздай, бұл функцияда осы тізбекке сәйкес келеді екен. Бізде мынандай сұрақ пайда болуы мүмкін. Бірінші функция мен екінші функция әртүрлі, бірақ бұл функциялардың екеуі де мына тізбекке сәйкес келеді. Бірақ мән беріп қарасақ, бұл екі функцияның бірдей функция екенін байқаймыз. Жақшаны ашып көрейік. Сонда бізде минус 100 қосу 50 n азайту 50 өрнегі пайда болады. Бұл жердегі минус 100 минус 50 өрнегі минус 150-ді береді және қосу 50n өрнегі қалады. Сонда мына функция мен мына функция бірдей, жай ғана берілуі әртүрлі жазылған. Енді мына үшінші функцияны тексеріп көрейік. n-нің орнына 1-ді қоятын болсақ, бізде минус 100 плюс 50 өрнегі пайда болады және оның мәні минус 50-ге тең. Ал мына тізбекте бірінші мүше минус 100-ге тең. Сондықтан мына функция мына тізбекке сәйкес келмейді.